Сәлем достар. Менің ойымша планета тұрғындарының талғамы жарық жылдамдығымен өзгеретіні ешкімге құпия емес. Ал жалпы адамзатты екі топқа бөлуге болады. Салауатты тамақтануды және фастфудты ұнататындар. Бірақ олардың ешқайсысы фастфудтың оны дайындау кезіндегі энергия мен уақытты айтарлықтай үнемдейтінімен дауласпайды. Оның үстіне бұл өте ыңғайлы. Әсіресе адам бір жерге асығыс болса, ең бастысы фастфуд дәмді болады. Бұрын мен сізді KFC тарихымен таныстырған болатынмын. Миллионнан астам қаралым жинаған видеоны міндетті түрде көріңіз. Бірақ бүгін сіз қазіргі уақытта әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан Burger King фастфуд мейрамханалары желісі туралы білетін боласыз. Және бұл көптеген рекордтарды жаңартты. Burger King өзінің дәмді және алуан түрлі мәзірімен танымал. Ол үнемі жаңартылып отырады. Сондай-ақ әрбір келуші үшін бонустар жүйесі бар. Мұның бәрі осы желінің бірегей артықшылығы. Күн сайын дүние жүзіндегі Burger King мейрамханаларына 11 миллионнан астам тұтынушы келеді. Және бұл таң қаларлық емес. 1954 жылдан бері барлық мейрамханалар өздерінің дәмді тамақтарымен және ақшаға сәйкес тамаша сапасымен танымал. Алдын ала айта кетейін, компанияны құруға алғышарттар жеткілікті болды. Соғыстан кейінгі кезең Америка тарихында өз ізін қалдырды. Ал ел қаржы дағдарысына төтеп бере салысымен жаңа демографиялық дағдарыс қайнап жатты. Сол кездегі кәсіпкерлер үшін бұл аспект отбасылық стильдегі мейрамхана ашудың тамаша бастамасы болды. Жалпы, біздің кейіпкерлеріміз Дэвид Эджертон мен Джеймс Маклемер идеяларын ортаға салып, дәл осы кәсіпкерлер алғашқы фастфуд мейрамханасына Burger Kingті ашты. Бірақ бұл туралы сәл кейінірек айтамын. Енді мен кейіпкерлерімізді жақынырақ білуді ұсынамын. Джеймс Уитмен Маклемер 1926 жылы 30 мамырда Нью-Йоркте дүниеге келген. Ал 4 жылдан кейін ауылдағы әжесіне көшіп келді. Бұл қадамға қор нарығының құлдырауы себеп болды. Осының кесірінен әжесі жұмыссыз қалып, отбасын асырай алмай қалды. Бірақ бұл ең жаман нәрсе емес еді. Қиындық алдыда болатын. Көшкеннен кейін көп ұзамай Джеймстің анасы жүрек талмасынан қайтыс болады. Баланың сол кезде не бастан өткергенін елестету тіпті қиын болатын. Бірақ болашаққа қарап, мұның бәрі кейіпкерімізді тек қана күшейтті деп айтайын. Өйткені ол бұл өмірде тек өзіне ғана сене алатынын анық білді. Сөйтіп бала мектепті үздік бітірді. Кейінірек ол қонақ үй менеджменті бойынша Корнелл университетіне түсті. Бір қызығы, жігіт жолға шыққанда қалтасында небәрі $11 болған. Бұл әкесінің баласына берген соңғы ақшасы еді. Кармельде болған кезде аман қалу үшін Джеймс ақш әскери теңіз күштеріне қызмет етті. Біріншіден, олар ақшаны төлемеген. Ал екіншіден, азда болса да дүниеге көз жүгіртуге жақсы мүмкіндік туды. Қызметі мен университетін бітіргеннен кейін ер адам Нэнси Николь есімді жас қызға үйленді, және олар болашақ өмірлерін жоспарлай бастады. Бір қызығы, Нэнси мен Джеймс жұмысқа орналасуға бірнеше рет тырысты, бірақ бірде-бір орын 100% қолайлы болмады. Бұл мансаптық өсу мүмкіндіктеріне кепілдік бермеді, және перспективалары көкжиектен тыс жерде жасырылды. Маклемердің мейрамхана бизнесіндегі алғашқы жұмысы YM7 асханасы болды. Жұмыс өте жауапты болғанымен, олар өте аз төледі. Айына бар болғаны $250. Сонымен бірге Джеймстің қол астында 30-ға жуық қызметкерлер, бірнеше банкет залы, асхана мен наубайхана болды. Бұл қиын болды, бірақ Джеймс өз мамандығы бойынша жұмыс табуға тырысты. Осылайша ол әйелімен бірге сол кезде небәрі 30 000 адам тұратын шағын Вилмингтон қаласына келді. Сондай-ақ көшкеннен кейін қандай проблемалар болғаны туралы айту керек. Бірінші күннің өзінде біреу көлікті ашып, ерлі зайыптылардың барлық құнды заттары мен ақшасын ұрлап кеткен.
Оның үстіне Джеймстің арқасы қатты суықтап ауырып қалады. Ауырғаны соншалықты жалғыз құтқару ыстық душ болатын. Одан бұлшықеттер азда босаңсып, ауырсыну басылады. Бірақ бұл күйінде де ол жұмысқа оралып, жаңа міндеттерін бастады. Бургер Кингтің негізін қалаушының өзі кейінірек есіне алғандай, оған жұмыс ұнады. Онда ол өзінің көшбасшылық қасиеттерін көрсете алды. Және оның жетекшілігімен асхана тіпті қарапайым асханадан өте перспективалы орынға айналды. Біраз уақыттан кейін сауатты басқару өз жемісін берді. Асхана бүкіл қаладағы ең танымал орындардың біріне айналды. Дәл сол жерде Джеймсті байқап, тәулік бойы жұмыс істейтін Colony фастфуд мейрамханасына шақырды. Ал 2 жылдан кейін ол Breaker Brick ресторан деп аталатын мейрамханада болды. Оның бизнестегі үлесі бар жерде. Сол уақытта Джеймс Макдональдс мейрамханасында жұмыс істеді. Ол осындай нәрсені жасау туралы тамаша идеяны сол жерден алды. Бірақ өзінікі болар бірдеңе жасағысы келді. Джеймс қарқымды дамып келе жатқан желіде көптеген кемшіліктерді көрді. Бірақ ол ұлттық желі болмағандықтан, жергілікті жерге кемшіліктерді өзгерту немесе түзету мүмкін емес еді. Ол желі жұмысын қалай жақсартуға болатынын түсінді. Бірақ оған рұқсат бермеді. Сондықтан оның басына ешқашан шындыққа айналмайтын идея тұрып қалды. Бір күні ол өзі сияқты Корнель түлегі Дэвид Руслам Эдгертонды кездестіреді. Эдгертонның бұрынғы өмірі туралы мәлімет аз. Ол 1927 жылы 26 мамырда дүниеге келген. Және ол Дэвид Эдгертонның 2 баласының үлкені болатын. Бастапқыда Дэвид режиссер болуды армандаған. Бірақ әскерде қызмет еткеннен кейін тілектер өзгеріп, директордың мансабы рестораторлық мансапқа ауыстырылды. Корнель университетін бітіргеннен кейін ол Солтүстік Батыс университетіне түсті. Онда ол негізінен кампуста сатылатын пирогтарды жасауда өз күшін сынап көрді. Негізінде бұл шағын бизнес тиімді болды. Бірақ ол адамның өзі армандаған табыс әкелмеді. Оның алғашқы ресми жұмысы Чикагодағы Альберт Пикс қонақүйлер тобында есепші болып жұмыс істеу болды. Ол жерде біраз уақыт жұмыс істегеннен кейін ол Ховард Джонс мейрамханаларында менеджер болу туралы қызықты ұсыныс алды. Рас, бір кедергі болды. Ол тезірек Майамиге көшу керек еді. Бірақ Дэвид үшін көшу кедергі болған жоқ. Ал 1953 жылы ол кездейсоқ Джексонвиллиге тап болды. Бір күні кешкісін кешкі жағалауда серуендеп келе жатып, қайта өңдеуден өтіп жатқан ғимаратты байқады. Бұл Эдгертонға Дэвид таяу болашақта сатып алуды жоспарлаған балмұздақ франшизасы Dairy Queen'ді еске түсірді. Жақындап келе, ол бизнесмендер Кит Крамер мен Мэтью Бернс есімді 2 адаммен сөйлесе бастады. Бұлар осы ғимараттың иелері болатын. Сонымен қатар, кәсіпкерлер ол жерде Инстабургер деп аталатын шағын мейрамхана ашпақ болған екен. Оның басты артықшылығы өзіне өзі қызмет көрсету және гамбургерлер мен сүт коктейльдері бар мәзір болу керек болатын, және олардың бағасы бар болғаны 18 цент болды. Ол кезде 2 кәсіпкерде атақты Макдональдс табысының тарихын жақсы білетін, және екеуі де ұқсас нәрсені жасай алатынына сенді. Сонымен қатар, сол уақытта Калифорниядағы сүт коктейльдерін ғана емес, сонымен қатар гамбургерлерді де автоматтандыруға қабілетті машиналар пайда болды. Оларды Джордж Рид есімді кісі сатты. Технологияға жақынырақ қарауды шешкен Кармен мен Бернс құрылғының қалай жұмыс істейтінін көру үшін Ридпен жеке кездесті. Оларға бұл көлік қатты ұнады. Сондықтан олар бизнес үлгісі Макдональдс кәсіпорнына ұқсайтын мейрамхана ашу міндеттемесі бар келісімге қол қоюды кейінге қалдырмауды шешті. Крамер мен Бернс Инстабургердің ішкі құрылымын Макдональдс сияқты стильге жабдықтады. Бұл екеуі
идеяның орындалатынын іштей сезді. Сонымен қатар, Ридтің бургерлер мен сүт коктейльдерін автоматтандыру технологиясы оларға Макдональдстың алдын орайтын бәсекелестікте артықшылық берді деп үміттенді. Идея мынандай болды. Атаудағы инста префиксі франчайзингтердің сатыла бастағанын белгілеуі керек еді. Жігіттер мұндай атау өзін ақтайды деп ойлады. Осылайша, әрбір жаңа мекемеден Креймер мен Бернс көлікті нарықтық бағадан төмен бағамен беруге келіскен Ридке ашық сауда нүктелерінің әрқайсысынан күніне 2% сатуға мәжбүр болды. Бірақ сол кезде бизнесмендердің болжай алмайтын жалғыз нәрсе бұл құрылғылардың оларға соншалықты қиыншылық әкелетіні болды. Мәселе мынада. Мұндай жабдықтың ені шамамен 1 метр және ұзындығы 70 сантиметр болды. Құрылғы тоқаш пен котлеттерге арналған 12 бөлімнен тұрды. Ал корзинкелер қуыруға арналған электр инфрақызыл сәуле шығарғыштың айналасында қозғалды. Машина үнемі істен шығып тұрды. Осыған байланысты олар жиі техникалық құралдар жөнделгенше жұмысты тоқтатуға мәжбүр болды. Есесіне коктейльдер дайындауға арналған аппараттар өте жақсы жұмыс істеді. Тіпті жай ғана коктейльдерді мұздатып жіберіп отырды. Джексонвилл мейрамханасын ашу кезінде Крамер мен Бернс Дэвидпен бірнеше рет кездесті. Біріншіден, Дэйв өзі ашуды жоспарлап отырған Dairy Queen'да инста-бургер машинасын басқаруға лицензия алғысы келді. Екіншіден, ол Крамер мен Барнспен кездескен кезде олар болашақ инста-бургердің негізін сатып алып қойған болатын. Онда олар сүт коктейльдерін, картоптарды және гамбургерлерді ұсынуды жоспарлады. Осылайша Дэйв Dairy Queen ашу туралы ойын өзгертіп, Крамер мен Бернс кәсіпорнына қосылуды шешті. Осылайша Дэйв гамбургерде отырған, қолына үлкен стақан сүт коктейль ұстаған патшаның бейнесін жасау идеясын ұсынды. Нәтижесінде мейрамхананың ашылуында Креберстің алдында король отырған бургердің 4 метрлік үлкен жарнамасы ілінген. Әрине, Креймер мен Бернс инстабургерге король сөздерін қосу арқылы атауды сәл түзетуге шешім қабылдады. Дэйв енді олардан ештеңе сұрамады. Сондықтан ол бұл шығармашылықтан ештеңе алмады. Бұл мейрамхананың әлемдегі ең танымал және әйгілі брендтердің бірі Бургер Кинг болатынын кім білген. Біраз уақыттан кейін Дэйв Крамер мен Барнс пен Майамиде бірдей Бургер Кинг ашатыны туралы келісімге қол қойды. Бірақ құжаттар дайын болған кезде Дэйв оған қаражат жетіспейтінін түсінді. Өйткені мұндай үлкен мейрамхананы жалғыз ашу ақмақтық және өте қымбатқа түсетін идея болды. Оған шығындарды бөлісетін және бизнес құруға көмектесетін серіктес керек болды. Бірақ менің ойымша, сіз түсінгеніңіздей Джеймс Маклемер осындай адам болды. Сәуірдің бір кешінде Джеймс пен Нэнси Дэвидке оның шақыруы бойынша қонаққа келіп, шағын мейрамханасын көреді. Олар бір-бірін университеттен бері білетін. Джеймске бөлмедегі тазалық пен жарық және жабдықтарды қалай орналасқаны қатты ұнады. Маклемер шағын мейрамхананың дамуына өз үлесін қосу керектігін бірден сезінеді. Бірақ бір кедергі болды. Сол кедергі Джеймсті тоқтатты. Жаңа жобаны қолға алу үшін ол Брикел Бридждегі жұмысын тастап, өз үлесін сату керек болды. Бұл тұрақты табыс көзі шешілетінін білдіреді. Сонымен қатар бұл өте қауіпті әрекет болды. Барлығын ойластыру керек болды. Бірнеше күн бойы Джеймс көз іле алмай, уайымдап ұсыныстан бас тартпақ болды. Өйткені ол өз бизнесін сатумен қатар Майамиге көшу керек болды. Бұл өз үйін және 20-ға жуық уақыт тұрған жерін тастап кетуді білдіреді. Өзіңізді оның орнына елестетіп көріңіз. Сіздің жеке үйіңіз бар. Өміріңіздің жартысын өткізген жайлы мекеніңіз бар. Таныстар, достар және әрине тұрақты табыс әкелетін бизнесте бар. Бір жағынан шытырман оқиға дерсің. Біздің 99%-ымыз мұны істеуге батылымыз жетпейтініне сенімдімін. Бірақ Джеймс, егер ол осыны орындамаса,
қалған күндері үшін өкінетінін ойлады. Жалпы, ол барлығына баруды шешті. Өйткені, Burger Kingті франчайзинг арқылы кеңейтуге болатын бизнеске айналдыру мүмкіндігі оған тартымды болып көрінді. Бұл оның көптен бері армандағаны еді. Осылайша, бір күні таңертең ол өзінің барлық заттарын жинап, көлікке тиеп, әйелімен бірге өмірінің мәні болатын барлық нәрселерден бас тартты. Осылайша, 1954 жылы 1 маусымда Джеймс Маклемер өзінің $20,000 Bricklebridge акцияларын сатудан алған ақшасын жаңа бизнесіне инвестициялады және Дэвид Эдгертонмен бірге Майамидегі Burger King корпорациясын құрды. Келісім бойынша бизнес 50-50 болып бөлінген. Ал мейрамхананың өзі Макдональдсқа ұқсайтын. Бірақ оның өзіндік ерекшеліктері болды. Мысалы, жаңа мекемеде өнім бағасы сәл жоғары болды. Бірақ сонымен бірге дайындалған тағамдардың сапасына баса назар аударылды. Осылайша, пісіру кезінде сиыр етінің тағамдық құндылығы барынша сақталды. Бұл ең алдымен клиенттердің денсаулығына деген қамқорлықты көрсетті. Алғашқы 3 жылда бәрі жақсы болды. Бірақ ақша мейрамхананың жұмысына әрең жететін. Тіпті супер пайда туралы айтудың қажеті жоқ еді. Бір нәрсені өзгерту керек болды. Өйткені күн сайын дерлік мейрамханаларын ашатын Макдональдспен бәсекелесу өте қиын болды. Оларға Макдональдста жоқ нәрсе керек болды. Дәл сол кезде Джеймс тамаша идеяны ойлап тапты. Бұл Америка менталитетімен ойлау болатын. Ол тек өзіне не жетіспейтінін ойлады. Атап айтқанда, қол жетімді бағамен үлкен сэндвич. Бұлайша айтқанда, үшеуінің орнына біреу. Олар көп ойланбады, және көп ұзамай мәзірде Whopper деп аталатын таңғажайып тағам пайда болды. Ағылшын тілінен аударғанда, үлкен деп аталатын сэндвичке барлық келушілер бірден ғашық болды. Ал 1958 жылдан бастап бренд танымалдылыққа тез қадам басты. Бір жылдан кейін олар негізін қалаушының бизнесінің жетістігін арттыру үшін маркетингтің бастапқы қадамын шешті. Жалпы компания үшін және әрине Whopper үшін жарнамалық бейне жасау керек болды. Бірақ бұл Burger Kingтің теледидарға шығуының жалғыз жолы емес. Бренд үнемі жаңа жарнамаларды жасайды және оларды барлығына көруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, әрбір жаңа бейне компанияның рейтингін айтарлықтай арттырады. Бірақ бұл қазір солай. Ол кезде бұл өте қымбат және жаңа нәрсе болды. Бірақ оның арқасында бұл мемлекет бірнеше күннен кейін Whopper туралы білді. Осылайша, мекеме тез танымал болды. Және көптеген келушілер сол Whopperдің дәмін татып көру үшін арнайы келетін. Тұтастай алғанда, дәмді тағамдарды мейрамхана көптеген тұтынушыларға шығаруға уақыты болмады. Ал Джеймс пен Дэйв сәттіліктің өздері үшін күлімсірегенін түсінді. Оларға Майами тар бола бастады. Осыдан кейін серіктестер кеңеюге шешім қабылдады. Мұны қалай жасау керектігін түсіну керек болды. Ал бизнестегі дамудың барлық ықтимал тұжырымдамаларын ойластырып, кәсіпкерлер франчайзингке басымдық берді. Өйткені олар тарапынан ең аз инвестиция мен еңбек қажет болды. Жалпы достар, Burger King корпорациясы дәл осылай тіркелді. Ал мекеменің алғашқы франшизалары сатылымға шықты. Әрі қарай не болды? Содан кейін сипаттау қиын нәрсе болды. Компанияға өзінің логотипімен 274 мың мекеме ашу үшін небәрі 8 жыл қажет болды. Брендтің танымалдылығы ессіз қарқынмен өсті. Ал құрылтайшылар 1967 жылы кенеттен өздері үшін ең үлкен пайда алу үшін керек деп шешім қабылдап, Pillsbury брендінен барлық құқықтарды сатты. Шығарылымның бағасы $18 миллион құрады. Ол кезде бұл үлкен көлемдегі ақша болатын. Сонымен қатар, олардың бір ғана жеке мейрамханасы болды. Қалғаны франшизада өз иелеріне тиесілі болды. Ал көп ақша алған олар өздерін басқа бағытта жүзеге асыра алды.
Осылайша 1967 жылы серіктестер компанияны сату туралы келісімге қол қойды, және олар оны тастап кетті. Бұл шешім Бургер Кингке пайда әкелді ме? Айту қиын. Өйткені меншік иесінің ауысуы жаңа мейрамханаларды ашудың жедел қарқынына ұласты. Бұл өз кезегінде сервистің сапасына айтарлықтай әсер етті. Және әрине қызмет. Әдемі жарнамалар үйлесімділік пен жағымды отбасылық атмосфераны уәде етті. Бірақ сонымен бірге олар барлық мекемедегі өнімдер құнының теңдігіне кепілдік бермеді. Осылайша жаңа қожайындар көптеген қателіктер жіберді және көптеген мейрамханаларды басқара алмады. Ал бірнеше жылдың ішінде компания банкроттықтың алдында қалды. Жалпы жағдайы тез арада түзету қажет болды. Мұны Макдональдстың бұрынғы менеджері Дональд Смит қолға алды. Компанияның жаңа басшылығы Смитке еркіндік берді. Бұл өз кезінде мекемелерге бақылауды күшейтіп, жоспардан тыс тексерулер енгізіп, барлық күш-жігерді мейрамханаларды стандарттауға бағыттады. Смит сонымен қатар бұрын бірнеше мекемеде болмаған жаңа техниканы енгізді. Әрбір клиент гамбургерге жүрегі қалған нәрсені сатып, өзі құрастыра алды. Дональдтың тізбекті басқаруы компанияға және барлық франчайзингтерге оң әсер етті. Біріншіден, ол Бургер Кинг мейрамханасының барлық штаттарға таратып қана қоймай, сонымен қатар франшизаны Америка құрама штаттарының шекарасынан тыс жерлерге де енгізді. Екіншіден, оның басшылығымен Окна Кинг Ауто пайда болды. Ол көліктен шықпай-ақ сүйікті тағамына тапсырыс бере алатын автокөлік жүргізушілеріне арналған. Сондай-ақ, дамуда және тұтынушылардың адалдығын арттыруда рөл атқаратын кейбір ұсақ түйектер ойластырылды. Мейрамхана отбасылық мейрамхана ретінде бағдарланғандықтан, функция 1977 жылы пайда болды. Ол бүгінгі күнге дейін сақталды. Бургер Кинг әр тұтынушыға сауда жасағаны үшін ойыншық сыйлады. Осының арқасында компания тұтынушыларды одан да көп тартты. Бірақ, әрине 1978 жылы айтарлықта кеңейтілген мәзірді елемеуге болмайды. Мұның бәрі компанияға өз орнын қалпына келтіруге және тіпті Америка құрама штаттарындағы ең танымал 5 фастфудтың қатарына кіруге көмектесті. Дональд Смиттің миссиясы 80-ші жылдардың басында аяқталды. Ол басшылық креслодан кетуге шешім қабылдады. Осыдан кейін компания тағы да бір дағдарысқа ұшырады. Жаңа қожайындар 9 жыл бойы басқа жолдармен күрделі бизнесті басқаруға тырысты. Бірақ 1989 жылы олар Бургер Кингті сатуға шешім қабылдады. Осыдан кейін Grand Metropolitan Palace оның жаңа иесі болды. Алдын ала айта кетейін. Компанияның артықшылығының көпшілігі оның жаңа менеджері Барри Гиббонсқа беріледі. Ол алған Бургер Кинг ең жақсы пішінде болмады. Бірақ ол дер кезінде сәтті реформаларды жүзеге асырды. Барри бірнеше жыл бойы балалар мәселелерімен белсенді жұмыс істейді. Осылайша, оның қалауымен әйгілі мультфильм кейіпкерлері бар жаңа бейнелер пайда болды. Сондай-ақ, Шика Кинг балалар клубын құрды. Бұл жаңашылдықтар мекемелерге келушілер санын көбейтіп қана қоймай, сонымен қатар ең бастысы шағын тұтынушыларды қуанышқа бөледі. Осылайша, брендтің рейтингі жоғарылады. 2000-ші жылдардың басында компания қайтадан жаңа қожайынға өтті. Бірақ бұл жолы толығымен емес, ішінара. Бұдан кейін бірнеше американдық ұйымдар мен компаниялар жаңа иелері болады. Атап айтсақ, TPG Capital, Brain Capital және Goldman Sachs Capital Partners. 2010 жылдан бастап Бургер Кингті басқару 3G Capital жаһандық инвестициялық фирмасына тиесілі. Ол бүгінгі күнге дейін Бургер Кингтің жалғыз иесі болып қала берді. Құзыретті менеджмент компанияны жаңа деңгейге көтерді, шекараларды айтарлықтай кеңейтті. Мысалы, 2016 жылдың деректері бойынша корпорацияда 15 мыңнан астам фастфуд орындары бар және күніне 11 миллионнан астам келушілерге қызмет көрсетеді. Оның үстіне бұл сандар
жыл сайын өсіп келеді. Айтпақшы, көптеген сарапшылар тіпті болашақта Бургер Кингтің басты қарсыласы Макдональдсты жеңетінін болжайды. Бірақ мұны біле тұра, соңғысы бас тартқысы келмейді. Ресейде бірінші Бургер Кинг мейрамханасы тек 2010 жылы Мәскеуде ашылды. Осы сәттен бастап желі тұрақты түрде өсіп келеді. Жыл сайын бірнеше оңдаған жаңа бөлімшелер ашылады. Статистикаға сүйенсек, Бургер Кингтің басқа бәсекелестерге қарағанда өсуінде айтарлықтай артықшылықтар бар. Және бұл шектен алыс. Әрине, мен басты сұрақты жауапсыз қалдыра алмаймын. Бургер Кинг немесе Макдональдс. Бүкіл әлем бірнеше жылдан бері олардың текетіресін қалт жібермей қарап отыр. Көшбасшылық үшін күрес кейде айтарлықтай жарнамаға ие болады. Кейде тіпті сот ісін жүргізуге әкеледі. Мысалы, Сара Мишель Геллердің қатысуымен Бургер Кинг жарнамасының оқиғасын алсақ болады. 6 жасында қыз Бургер Кингтің бургер жарнамасына түсіп, оның құрамында Макдональдс бәсекелестеріне қарағанда 20%-ға артық ет бар деп мәлімдейді. Нәтижесінде бірнеше жылдан кейін сот актрисаны, сонымен қатар жарнама агенттері мен Бургер Кингті жала жапты деп сотқа береді. Осыдан соң үлкен айыппұл төлеуге тура келді. Сондай-ақ 80-ші жылдарда Бургер Кинг компаниясы тұтынушыларға Макдональдстегідей кәдімгідей қуыру табасын қолданатын өнімдерінің шырындырақ және дәмді болатынына сендірді. Және тағы да бәсекелеске қарсы сөгіс. Бір таңқаларлығы, тіпті сусын жеткізушілердің арасында дәм әртүрлі болды. Макдональдс тұтынушыларға тек Кока-Кола, ал Бургер Кинг Пепси сусының ұсынады. Көптеген жылдар бұрын Бургер Кинг негізін қалаушылар ойластырған сияқты. Ол өнім бағасының шамалы өсуімен ерекшеленеді. Бүгінгі таңда Бургер Кинг әлемдегі ең көп келушілері бар екінші фастфуд мейрамханалар желісі болып табылады. Кем дегенде, біреуі әдетте Бургер Кинг мекемелерін әлде қайда үлкен және құрама штаттарының кез келген қаласында қолжетімді. Сондай-ақ әлемнің басқа 56 елдеріндегі әрбір штатта. Брендтің жылдық табысы қазір шамамен $2,5 миллиард құрайды. 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 100-ге жуық елде 17,796 сауда нүктесі бар екенін хабарлайды. Оның үстіне олардың жартысына жуығы ақш-та. Компанияның негізін қалаушыларға келетін болсақ, Бургер Кингтен кеткеннен кейін олардың тарихы аяқталды. Ерте зейнетке шыққаннан кейін Джеймс Маккламер ақшасын Майамидегі дельфиндерге инвестициялады. Бұл кәсіби футбол клубы болатын. Ал 1980 жылы Майами университетінің төрағасы болып сайланып, Тед Фудхэммен бірге жұмыс істеді. Ол бүгінгі таңда ірі компанияны қаржыландырудан үшінші адам болатын. Нәтижесінде университетке $517 миллион жиналды. Сонымен қатар, ол бау-бақша өсіруге қызығушылық танытып, оны үйде де, баласы үшін де тропикалық ботаникалық бақта жаттықтырды. Эндрю дауылы Майамидің көп бөлігін жойғаннан кейін, ол осы бақтарда қалпына келтіру үшін $5 миллион жинады. 1988 жылы Subway Бургер Кингті сатып алған кезде, Бургер Кингтің сол кездегі бас директоры Маккламердан өзінің кеңестері мен кеңестері арқылы компанияны қолдауға оралуын сұрады. Джеймс қайтып оралып, Сан-Франциско мен Орландодағы франчайзерлердің ұлттық қауымдастығы конференциясында сөз сөйледі. Бургер Кингпен ынтымақтастықты қалпына келтіру кезінде Джим өзінің Бургер Кинг, Джим Мор және Империя құру атты өмірбаянын жазды. Ол 1998 жылы қайтыс болғаннан кейін жарияланған. Кітап кейінірек өңделіп, Бургер Кинг ретінде қайта басылып шықты. Бұл Маккламер отбасының 2020 жылғы өмірі мен көшбасшылығы туралы үлкен есеп болатын. Джеймс 1996 жылы 8 тамызда Флорида штатындағы Корал Гейблс қаласында 70 жасында қатерлі ісік ауруынан қайтыс болды. Мұрагеріне шамамен $100 миллион ақш қалдырды.
Ал егер Джеймс мейрамханалардан бас тартса, Дэвид керісінше Бургер Кингте 12 жыл жұмыс істегеннен кейін ол Bodega Steakhouse мейрамханалар желісін құрды. Олар бүкіл Флоридада орналасқан, және ол оларды 1978 жылы сатты. Ал 1985 жылы ол Сан-Франциско мен Монтеррейде жаңа мейрамханаларды ашты. Оны кейінірек сатты. Дэвид 2018 жылдың 3 сәуірінде қайтыс болды. Ол кезде ол 90 жаста еді, және ол өзінің сүйікті Майамиінде, Флорида штаты, бұл дүниені тастап кетті. Сіздің өміріңіздегі ең есте қалатын нәрсе не болды деп сұрағанда, екі негізін қалаушы да біздің өміріміздегі ең есте қалатын нәрсе Бургер Кинг екенін айтты. Достар, сіз Бургер Кинг мейрамханаларымен таныссыз ба? Ал жалпы қай фастфуд мейрамханасына жеке басымдық бересіз? Төменде өз пікіріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бүгінге осы. Егер сізге видео ұнаса, бағаларыңызды үліпілмен басып, біздің парақшамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша YouTube арнасын қолдай жүріңіздер.